Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге бір ғана жұмыртқадан дәмді пирог дайындап көрсететін боламын. Ең алдымен ыдысымызға жұмыртқамызды салып, үстінен қантымызды салып, жақсылап көпіргенше араластырып шығамыз. Жұмыртқалы массамыз осылай әппақ болып көпіргеннен кейін үстіне сұйық майымызды құйып, сүтімізді құйып, тағы да бір жақсылап араластырып аламыз. Алдын ала ұнымызға қопсытқышты қосып, осылай 2-3 бөлікке бөле отырып, араластырып шығамыз. Күн сайын менің каналымда шығып отыратын видео рецепттерді жоғалтып алмас үшін менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны қосып қоюды ұмытпаңыздар. Біздің массамыз дайын. Енді өз қалауларыңыз бойынша ішіне мейіз, мақ қосып осылай жасасаңыздар да болады, бұл міндетті емес. Алдын ала қызған пеште 170 градуста 45 минутта пісіріп аламыз. Біздің пирогымыз дайын, өте дәмді әрі жұмсақ болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер сіздерге менің видеом ұнаған болса, лайк басып, комментарий қалдырып кетуді ұмытпаңыздар. Міндетті түрде каналыма тіркеліп алыңыздар. Сіздермен болған Жансая.